Кайгылуу окуйгалардын алдын алуу иш-чараларына карамастан 2023 жылғы кыска кезеңде 3 адам балык аулоо кезинде каза тапты. Кайгылуу окуйганын басты себептеринин бири балык аулоо кезинде муз үстүндөгү коопсуздук эрежелерин сактамоо болуп табылады. Осыған орай Жамбыл облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерімен теріс Ащыбұлақ су қоймасында профилактикалық жұмыстарды жүргізе отырып, балық аулаушылармен сауалнама жүргізді. Сколько сантиметров должен составлять безопасный лед? Человека? Для одного человека. Для человека нормальной комплектации от 7 сантиметров и выше. Как вы проверяете прочность льда? Ну, при заходе на лед там или пешня, или возле берега пробуриваешь, смотришь толщину льда. Вот, и по льду видно, какой он лед. Если полыня, он черный становится, а если такой матовый, то это не будет полыни. Все, спасибо. Айтыңызшы, мынау мұздың қалыңдығын қалай тексересіз? Бурить еткенде сезіледі ғой, көрінеді ғой, қолмен көреміз. Конечно, қолмен ұстайсың қанша примерно болады. Ана кіргенде бірінші көресің, қалай болады екен, қалдың көресің. Айтқандай сыйлығым. Чай ішесіз, сау болыңыздар, ойлап жүріңіздер. 15 сантиметров. До 25 сантиметров у нас получается жилет, вот эти спасалки должны быть, и веревка 12 метров, не менее. Все, спасибо огромное. Спасибо. Чай попейте. Спасибо. Вот как раз тянуть. Человека, чтобы спокойно рыбачил, не меньше 10 сантиметров. Спасибо. Как обещал, чай попить. Веревку желательно, кошки, палку. У нас подарок для вас, что вы правильно ответили. Құрметті Жамбыл облысының тұрғындары мен қонақтары, Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Мұз үстіне шыққан кезде қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар.